Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге аспаз келін. Бүгін осындай керемет, өте жұмсақ, ұшақ заттан печенье дайындаймыз. Ешқандай сүт қосылмайды. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Мөлшерлерін төменге описанияға тастап кетемін, сол жерден қарасаңыздар болады. Содан соң сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз, түгел қантымыз ерігенше. Достар, менің инстаграм парақшама да тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол жерде де көптеген рецепттермен бөлісемін. Мінекей бөлек ыдысымызға ұнымыз бен разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып, мінекей массамызға саламыз ұнымызды. Содан соң жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, бірақ қолымызға жабыспайтындай қамыр болады. Осылай мінекей илеп аламыз, және де оны колбаса тәрізді қылып, осылай ұзыншақ қылып, кесуге ыңғайлы қылып, осылай кесіп алатын боламыз. Мінекей екі қолымыздың көмегіменен домалақ пішінді келтіреміз, және алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 15 минутта пісіп шығады, тез піседі, қарап тұрмасаңыздар. Мінекей енді осылай пышақтың көмегіменен бетін осылай әсемдесеңіздер болады. Бұл маңызды емес. Осылай барлығын жасап шығамыз, және де қантымызды басқа бір ыдысқа салып, осылай бетіне осылай жабыстырып шығамыз қантымызды. Мінекей осылай жасасаңыздар өте дәмді әрі беті қызарып пісіп шығады. Мінекей біздің печеньелеріміз дайын болды, өте жұмсақ болып шығады. Қараңыздар, менің балапандарыма қатты ұнады.